Әдебиет араб тілінде сөз, үлгілі сөз, сөз өнері, өнердің негізгі түрлерінің бірі. Көркем өнердің 5 түрі бар. Олар сәулет өнері, мүсін өнері, бейнелеу өнері, саз өнері, сөз өнері. Көркем әдебиет ұлттың айнасы. Оқушы әдебиетті оқу арқылы сөздің асылы мен жасығын таниды. Сөзбен өз ойын бейнелейді, тарихын біліп, салт дәстүрінен хабардар болып, ұлттық болмысын, ең бастысы ана тілінің байлығын бойына сіңіреді. Сөйтіп, рухани бай, эстетикалық талғамы биік адам болып қалыптасады. Қоғамда болып жатқан барлық өзгерістер мен жаңалықтар әдебиетте көркем шығарма болып жазылады. Себебі жазушы өзі өмір сүріп отырған, немесе ертеректе болған өмір шындығын бейнелейді. Өмір шындығын оқырманның көз алдына шынайы шебер жазушы ғана елестете алады. Көркем өнер түрлері, яғни сәулет, мүсін, сурет, музыка, бәрі де табиғаттың, құбылыстың, немесе адамның бір сәттік қана қалпын бейнелесе, сөз өнері табиғатқа жан бітіріп, адамның ішкі жан дүниесін бейнелейді. Абай күз өлеңінде «Сор болып түсі суы қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан» деп, табиғатты қимыл қозғалыс, яғни динамика үстінде суреттейді. Міне сөз өнерінің құдіреті де сол. Нені суреттесе де оқырманның көз алдында суреттеп отырған бейнені елестету. Сондықтан да халқымыз өнер алды, қызыл тіл деп сөз өнерін жоғары бағалаған.